Балалар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен 7-ші сынып English Plus 2025 жылғы Students Book бойынша 43-ші бетті талқылайтын боламыз. Exercise 1. Read the travel guide and answer the questions. Саяхат нұсқаулығын оқып, сұрақтарға жауап береді екенбіз. Мына мәтінді оқып шығу керек. Kazakh holidays and travel мәтін қазақ мерекелері және саяхат туралы айтылған. Kazakhstan has many special holidays. Қазақстанда көптеген арнайы мерекелер бар. One of the most important is Nauruz, the Kazakh New Year. Ең маңыздыларынан бірі Наурыз, қазақ жаңа жылы. Nauruz happens in spring. Наурыз көктемде болады. During this holiday, families gather together to celebrate. Бұл мереке кезінде отбасылар жиналып бірге тойлайды. People cook traditional foods, sing songs and dance. Адамдар ұлттық тағамдар пісіреді, ән айтады және билейді. Many people travel to visit their family or go to important places. Көптеген адамдар өзінің отбасын көру үшін саяхаттайды немесе маңызды жерлерге барады. Hospitality is very important in Kazakhstan. Қонақжайлық Қазақстанда өте маңызды. When people celebrate, they invite family and friends into their homes. Адамдар тойлаған кезде отбасы және достарын үйіне шақырады. They give food and drinks like hummus, fermented meals, female horse milk. Олар тағамдар және ішімдіктер ұсынады, қымыз сияқты жылқының сүті. This is a symbol of Kazakh hospitality. Бұл қазақтың қонақжайлығының белгісі. Символы. When people travel for the holidays, they often stay in their families' homes. Адамдар отбасыларына барған кезде отбасыларының үйінде қалады. Visitors are always treated well. Келушілер әрдайым жақсы күтіп алынады. Travel is important during holidays because it helps people stay close to their families and keep traditions alive. Саяхат өте маңызды мереке кезінде, өткені ол адамдарға отбасына жақын болуға және өздерінің салт дәстүрлерін тірілтуіне көмектеседі. People travel long distance to be together. Адамдар ұзақ қашықтықтан саяхаттап келеді, бірге ұзақ қашықтардан келеді, бірге болу үшін отбасымен. These travels are not just about visiting. They help people remember their culture and traditions. Бұл саяхаттар, яғни бұл жол жай ғана отбасын көру туралы емес, бұл адамдарға өздерінің мәдениетін және салт дәстүрін есіне түсіруіне көмектеседі. Осындай мәтін берілген екен. Енді мәтін бойынша астында екі сұрақ бар. Why is travel important during holidays in Kazakhstan деген сұрақ. Неліктен жол жүру, яғни саяхаттау маңызды Қазақстанда дейді. Travel is important because it helps people stay close to their families and keep traditions alive. It also allows people to remember their culture and traditions by being together during holidays. Мереке кезінде бірге болу үшін, отбасыларын көре алу үшін деген сияқты айтылған болады мәтінде. How do people show hospitality during Nauruz? Наурыз кезінде адамдар қонақжайлығын қалай көрсетеді? People show hospitality by inviting family and friends into their homes. Үйіне қонақ шақыру арқылы. They give food and drinks like hummus деп ол сөйлемізде қоссақ болады. Келесі екінші жаттау. Work in small groups. Follow the steps in the project checklist to create a travel guide about how people celebrate holidays in Kazakhstan. Енді кішкентай топ болып жұмыс істейміз. Мына проекттің жаңағы чек-листында тізімінде саяхат нұсқаулығын жасау туралы тізім берілген екен. Сол бойынша жаңағы Қазақстанда адамдар мерекені қалай тойлайтын туралы жасауымыз керек екен проект.
Мысалы, бұл жерде select one or more holidays to include into your guide. Find out about traditions. Бір немесе бірнеше мерекені таңдаймыз. Қандай салт дәстүрлер бар ол кезде, қай жерлерге адамдар барады, қалай қонақжайлығын көрсетеді, сол туралы айтамыз. Үш мереке туралы жазуымыз керек. Кілттік факттар және келушілерге ақпарат сияқты етіп жазуымыз керек екен. Сондай-ақ ол мерекелердің суреттерін қосуымыз керек. Бұл мерекелердің суреттерін интернеттен алсаңыздар болады. Мен осындай Наурыз, Independence, Құрбан айт сияқты үш мерекені алдым. Наурыз is the spring holiday celebrated on 22nd March. 22 наурызда ойланатын Наурыз бұл көктем мерекесі. It is the beginning of the new year according to old traditions. Ескі дәстүрлер бойынша бұл жаңа жылдың басталуы. People clean their homes, cook national food and visit family. Адамдар үйлерін тазалайды, ұлттық тағамдар пісіреді және отбасыларын көруге барады. Popular dishes, танымал тағамдар, наурыз көже, бешбармақ. Many people go to City Square to watch concerts, games and traditional sports. Көптеген адамдар қаланың орталық алаңдарына барып, концерт көреді, ойындар және ұлттық спорт түрлерін көруге барады. Independence Day бұл тәуелсіздік күні. Independence Day is on 16th December. 16 декабрь желтоқсан күні бұл тәуелсіздік күні. It celebrates Kazakhstan becoming independent in 1991. Бұл Қазақстанның 1991 жылы тәуелсіздік алғанын тойлайды. There are concerts, fireworks and special events in big cities like Астана and Алматы. Астана және Алматы сияқты үлкен қалаларда концерттер, фейерверктер және арнайы сондай шаралар болады. People spend time with family, go for walks and enjoy the day off. Адамдар отбасыларымен бірге уақыт өткізеді, серуендерге шығады және демалыс күндерін көңілді өткізеді. Келесі Құрбан айт. Құрбан айт is an important religious holiday. Құрбан айт бұл маңызды діни мереке. People pray at the mosque in the morning and visit relatives. Адамдар таңертең мешітте намаз оқиды және туыстарын көруге барады. Families help the poor by giving meat and food. Отбасылар жағдайы төмен адамдарға ет және тамақ беру арқылы көмектеседі. This holiday teaches people to be kind and generous. Бұл мереке адамдарға мейірімді және кеңпейілді болуды үйретеді, ашық қол болуды деп айтсақ та болады. Енді мына жерде үшінші тона present your guide to the class, highlight the traditions, destinations and cultural values in your guide, use visuals to engage your audience and answer any questions they may have. Енді осы жасаған проектімізді класстағы басқа балаларға көрсетеміз, қызықты етіп айтып береміз және олардың сұрақтарына жауап береді екенбіз. Осымен бұл бетінде барлық тапсырмаларын аяқтадық. Осымен үшінші юниттің барлық тапсырмалары бітті. Келесі сабақтарда 4-ші юниттің тапсырмаларын салатын боламын. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.